Короче, Милана, Питер, вот так вот сделай и вот так вот, короче, прокати. Это 2.11 айфон снимает влог. Все, погнали. Ой, это что так сделать? Вот. А, давай. Мы пришли в Ли. Хай-яу! Hello! Эй, Милана, это? Зачем Милану оставила? Влог вчерашний влог. Хей-йоу! Меня зовут Милана и отметьте мой инстаграм. Ссылка внизу. Всех целую. Покеда. И наконец-то далға шықтым. Мен қазір подругалармен шықтым. Және де бүгінгі челлендж күшті болмақ. Сізге күшті, қызықты болады деген үміттемін. Қазір мен наконец-то өзім подругалармен көрістім. Біздің бір-бірімізді көрмегенімізге осы карантин басталғалы бері көрмедік. Казала Бодин. Вы во влоге. Без разрешения? Нет, ты сейчас... Или уйти, если можно. Потом мы еще купили такие чипсы. Называется сленг. Мы не пробовали, но шла пробовала, поэтому. Они такие более натуральные, чем Лейс. Пока. Мен супермаркеттен шықтым и мен үйге бара жатырмын. Ұзақтан күтіп тұр. Себебі челлендждің атынан білесем, мен бүгін ұйықтамаймын. Бұл мен үшін ерекше бір тәжірибе, опыт болмақ. Себебі мен осыған дейін олай жасап көрмеппін. Достар, мен уже шай ішіп болдым. Қазір кішкене демалайын деп жатырмын. Біраз соцсети, яғни әлеуметтік желілерге кіріп, келген сообщенияларды тексеріп, сөйтіп лентаны көріп сөйтетін боламын. Және де кішкене біраз шаршап қалған сияқтымын бағанадан бері жүріп. Бірақ менің дәл қазір ұйқым келіп тұрған жоқ. Яғни өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бағана сағызаға салым керек еді. Ұмытып кетіппін. Короче, қазір мен пучок жасаймын да қайттан кетем. Қазір мен жаттығу жасайын деп жатырмын. Достар, мен тренировкам біттім. Күшті болды. Өте күшті. Және де сіздерге бір лайфхак. Егер де сіздер тренировкаларды жасап, короче, воркаут жасап әлі постоянно жүрсеңіздер, сіздерге дэнс воркаут дегенді кеңес беремін. Сіз бұл жерде сипапелиз, бірақ фитнес движение және қайталайсыз. Просто шикарно, ребята. А мен қазір, естественно, душқа түсетін уақыт келді. Душтан кейін сіздермен бірге келсем.
мен душтан шығып алдым. Қазір шашымды біраз кептірдім. Сосын шай ішіп алдым. Қазір телевизордан, яғни ютубтан онымен бірге сериал көретін боламын. Тандырады соның бірі, ең негізгілерінің бірі, таңның шығуы мен кештің батуы, яғни рассвет пен закат махаббатымды түсіндіріп жеткізе алмаймын. Қазір жатып алайын деп шештім. Қазір итог кітап оқимын, сериал или фильм көруім мүмкін. Мои достар, мен кешірім сұрайын, себебі бұл челленджді толық орындамадым. Мен негізінде 24 сағат ұйықтамауым керек болған. Мен кеше тұрдым. 10:30-ға примерно мен кеше 10-дарда тұрдым. И бүгін сағат 10-ға дейін мен ұйықтамауым керек болған. Бірақ мен тупо 6-7-лерде ұйықтап қалдым. И 9:30-дарда ма примерно сол уақыттарда тұрдым. Негізінде бұл челленджі 1-2 сағатқа ғана орындалмады. Ал мен ютубтан қарағанда олар тек қана түнді осылай ғана өткізетін. Одан кейін, естественно, дело сабаққа барады, или там өздері білетін істейтінін. Ал менде осылай болып қалды, и мен, примерно 3 сағат ұйықтап алдым. Көзім кетті қыз, и сразу айтамын, осындай нулевкалар ғой. Маған ұнайды просто. Разнообразие болсын деп киіп алдым сіздер үшін. Сонымен достар, осымен менің видеом аяқталды. Және де бұл челлендж соңына дейін аяқталмаса да сіздермен бірге осындай бір эксперимент өткізіп көру қызықты болды деген ойдамын. Және де егер де мен өзім ойлаймын, сол күнін таңертең 1-2 сағат болсын ұйықтап алсам, мен әліге дейін жүрер ме едім ояу, бірақ білмеймін. Мен ол күні де асаға ерте тұрған жоқпын, бірақ мен ұйықтаған жоқ болатын. Осылай кішкене қалғаны шыдай алмай қалдым. Бірақ негізі челлендж орындалды деп санаймын. Сол өте үміттенемін. Егер де сіздерге бұл видеоны сонда лайк басып, комментарийге өз ойыңызды қалдырып кетуін ұмытпаңыздар. Және де ең бастысы менің каналыма тіркеліңіздер, подписаться деген қызыл кнопканы басыңыздар, достар. Сіздер осындай видеоның екінші бөлімін қаласаңыздар, онда міндетті түрде маған білетіндей айтыңыздар, ал мен оны лайктардың санынан білетін болам. Және де ол кезде мен барынша тырысып, тіпті тура 24 сағат ұйықтамайтын болам. Так что бәрі сіздердің қолдарыңызда. Ал давайте, мен кеттім.